Қайырлы күн болсын, құрметті көрермен. Полиглот жобасының кезекті қонағы Қарағанды облысының ғылыми-техникалық құжаттама жөніндегі мемлекеттік архивінің қызметкері Данил мырза. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Жақсы, Данил мырза, өзіңіз жайлы қысқаша мәлімет айта кетсеңіз. Менің атым Серов Данил Сергеевич. Мен архивте архивист болып жұмыс істеймін. Мен екі тілде еркін сөйлеймін. Қай тілдер? Украин тілі және орыс тілі сөйлеймін. Жақсы. Одан өзге қай тілдерді меңгергенсіз? Тагалог үйрендім. Сосын қазақ тілі үйрендім. Жақсы. Өзім. Кітаптарды оқимын, сосын фильмдер көремін. Қазақ тілі. Қай тілде көресіз фильмдерді? Қазақша. Қазақша? Қазақша, иә. Қазақша және украинша. Ең алғаш үйренген шет тіліңіз қайсы? Бірінші үйрендім тілім украин тілі. Жақсы. Не себепті украин тілін үйрендіңіз? Маған украин тілі қызық болды. Жақсы. Болашақта қай тілдерді меңгергіңіз келеді? Тагалог және қазақ тілі. Тагалог ол қай ұлттың тілі? Филиппин. Жақсы, Данил мырза, енді осы өзіңіз үйренген тілдерге сәлемдесу айта кетсеңіз. Здравствуйте. Вітаю українською мовою. Кумуста тагалог. Және сәлеметсіз бе? Қазақ тіліне. Иә, қазақ тіліне. Жақсы, жобамызға қатысқаныңызға рахмет, Данил мырза. Сізге рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.